Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баунти пирогын дайындайтын боламыз. Дәмі баунти шоколадына ұқсайды, өте дәмді пирог. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге сары май, жұмыртқа, құмшекер, ұн, разырхетел, какао керек болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майдың үстіне құмшекер қосып, миксерлеп аламыз. Үстіне 2 жұмыртқа салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді ұнға разырхетел мен какаоны қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Осы құрақ ингредиенттерді массамызға 2-ге бөліп, електен өткізіп қосып, миксерлейміз. Қамырымыз дайын, осындай қоюлықта болады. Енді табамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, ұнтақ жармасы, құмшекер, кокосовый стружка және сары май керек болады. Сүтті газға қойып, үстіне ұнтақ жармасын қосып отырып, венчикпен араластырамыз. Енді сүт пен ұнтақ жармасы осылай қойланатын болады. Енді үстіне құмшекер мен сары майды қосып, ерігенше араластырамыз. Үстіне кокосовый стружка қосып, араластырып, ісініп қойланғанша 15-20 минутқа қойып қоямыз. Коржымыз осылай пісті. Қамырды негізі 18 диаметрлік табада пісіру қажет, сонда биік болып шығады. Менде 24 диаметрлік табада пісіргендіктен осылай пәстеу болып шықты. Енді салмамызды коржының үстіне салып, тегістеп шығамыз және тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Шоколад пен сары майды ертіп, пирогтың үстіне құйып, тағы да тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Осымен баунти пирог дайын болды. Мен әсемдік үшін үстіне құлпынай қойып қойдым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.